Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Алматы қаласы Еңбекші Қазақ ауданы Ілияс Жансүгіров орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің математика пәнінің мұғалімі Қосқараев Бауыржан Газизович болам. Бүгінгі біздің қарастыратынымыз математика 5-ші сынып, бөлім натурал сандардың бөлінгіштігі. Өтілген материалдарды еске түсірейік. Миға шабуыл сұрақтары әлеміне саяхат. Бірінші сұрақ: натурал санның бөлінгіші дегеніміз не? Екінші сұрақ: натурал санның еселігі деп нені айтамыз? Үшінші сұрақ: қандай натурал сандар 2-ге еселі болады? Төртінші сұрақ: 5-ге еселік сандар қандай цифрлармен аяқталады? Балалар, кішкене ойланайық. Енді өз жауаппен салыстырайық. Өздеріңізге плюс-минус арқылы жауаптарыңыздың дұрыс-бұрыстығын тексеріп отырыңыздар. Бірінші сұрақтың жауабы: берілген натурал санды қалдықсыз бөлетін натурал сандар сол санның бөлгіштері деп аталады. Берілген натурал санға қалдықсыз бөлінетін сандар сол санның еселігі деп аталады. Кез келген жұп сандармен немесе 0 цифрмен аяқталынатын натурал сандар 2-ге бөлінеді. Төртінші сұрақтың жауабы: 0 немесе 5 цифрмен аяқталынатын натурал сан 5-ге бөлінеді. Қателерімізді дұрыстап алсақ, келесі еске түсіретініміз 3-ке көбейту кестесі. Қарап алайық. Есімізге түсті ме балалар? Олай болса, 9-ға көбейту кестесін еске түсірейік. Есімізге түсті деп ойлаймын. Балалар, сіздер қайталау сұрақтарының барлығына дұрыс жауап берсеңіздер, онда сізге жаңа сабақты түсіну оп-оңай болады. 1-2 қателерге орын алдырсаңыз, онда сіз жаңа сабаққа дайындығыңыз жақсы болғаны. Жауабыңыз мүлде дұрыс болмаса, немесе 4-2 қателер орын алса, онда сізге өткен сабақты жақсылап қайталау керек. Және жаңа сабақты мұқият зейін қойып тыңдау керек. Ал балалар, жаңа сабаққа кіріспес бұрын көпір тапсырмаларын орындап тастайық. Мына берілген сандарының қайсылары 3-ке бөлінетіндігін анықтайық. Жаңа көбейту кестесінде байқаған шығарсыздар, сіздерде 12 деген сан 3-ке бөлінеді. Келесі 18 саны да 3-ке бөлінеді. 6 шығады. 19 саны 3-ке бөлінбейді. 27 саны 3-ке бөлінеді. 9 шығады. 36 саны да 3-ке бөлінеді. 12 шығады. 36 саны жазамыз. 54 саны 3-ке бөлінеді. 18 шығады екен. Демек, 54 саны да 3-ке бөлінеді деген сөз. 73 саны 3-ке бөлінбейді. 81 саны 3-ке бөлінеді. 3-ке бөлсек 27, демек 81 деген санды да жатқызамыз. 111 саны 3-ке бөлінеді. Енді осы сандар 3-ке бөлінетіндігін өздеріңізде калькулятор арқылы тексеріп көрсеңіздер болады. Енді осы сандар не себепті 3-ке бөлініп тұр деп ойлайсыздар? Және 3-ке бөлінетін сандар арасында қандай да бір байланысты байқадыңдар ма? Бұл сұрақтың жауабын алдағы уақыттарда білетін боласыздар. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы натурал сандардың 3-ке және 9-ға бөлінгіштік белгілері. Мақсатымыз берілген санның цифрларының қосындысын тауып, оның 9-ға немесе 3-ке бөлінетіндігін ажырата білу. Натурал сандардың 3-ке және 9-ға бөлінгіштік белгісінің ережесін түсініп, есептер шығаруда қолдана алу. Ой қорыту, ережелер әлеміне саяхат. Олай болса, бірінші ережемен танысайық. Берілген натурал санның цифрларының қосындысы 3-ке бөлінсе, онда ол сан 3-ке бөлінеді. Мысалы, 27 деген санды қарастыратын болсақ, оның
цифрларының қосындысы 9 3-ке бөлінеді. 123 санын алатын болсақ, оның цифрларының қосындысы 6, ол да 3-ке бөлінеді. Демек, бұл сандар 3-ке бөлінеді. 27 және 123 деген сандар 3-ке бөлінеді. Біз мына ережеге сүйеніп отырмыз. Цифрларының қосындысы 3-ке бөлінсе, онда ол сан 3-ке бөлінеді деген. Енді мына санды қарастырып көрейік. 329. Цифрларының қосындысы 14. 14 3-ке бөлінбейді. Демек, 329 саны да 3-ке бөлінбейді екен. Енді балалар, тағы да бір мынандай мысал қарастырып көрейік. 11111 саны 3-ке бөліне ме? Сіздер оны қалай тексересіздер? Сіздер оны бұрын бұлай тексеруші едіңіздер. 11111 бөлу 3. 11-ден алатын болсақ, 3-тен береміз, 9, 2 қалады, 21, 7-ден береміз, 21, азайтамыз, 0, 1-ді түсіреміз, 1 бөлінбейді, 0-ден береміз, тағы 1 түсіреміз, 3-тен береміз, 9 болады, азайтамыз, 2, 2 қалдық қалды. Олай болса, бұл 3-ке бөлінбейді деп айтасыздар. Ал егер бүгінгі ережені қарастыратын болсаңыздар, бүгінгі ережеде мына санның цифрларын қосамыз деп, қосқан кезде бізде қанша болды? 5 болды. Яғни осы 5 деген сан 3-ке бөлінбегендіктен, онда мына 111 деген санда 3-ке бөлінбейді деп жазамыз. Демек, 3-ке бөлінбейді. Балалар, мына ереже бізде тиімдірек екен, е? Түсінікті ғой қалай есептеген? Олай болса, келесі ережеге ауысайық. Ереже 2. Цифрларының қосындысы 9-ға бөлінетін барлық натурал сандар 9-ға бөлінеді. Мысалы, 72. Цифрларының қосындысы 9, 9-ға бөлінеді. 162. Цифрларының қосындысы 1, 6, 2, 9, 9-ға бөлінеді. 387 саны цифрларының қосындысы 3, 8, 7 деген. 18-ге тең, ол да 9-ға бөлінеді. Демек, 72, 162, 387 сандарының өздері де 9-ға бөлінеді екен. Енді 491 санын қарастырып көрейік. Оның цифрлары 4, 1, 9. Қосындысы 14-ке тең. Ол 9-ға бөлінбейді. Демек, 491 саны да 9-ға бөлінбейді екен. Түсіндік пе, балалар? Олай болса, келесі ережеге ауысайық. Ереже 3. 9-ға бөлінетін натурал сандардың бәрі 3-ке бөлінеді. Ал 3-ке бөлінетін натурал сандардың бәрі 9-ға бөліне бермейді. Мысалы, 18, 72, 162 сандары 9-ға бөлінеді, онда олар 3-ке бөлінеді. Ал 3, 6, 12, 33, 60, 120 тағы сондай сияқты сандар 3-ке бөлінгенімен, бірақ олар 9-ға бөлінбейді екен. Енді оған тағы да бір мысалдар қарастырып көрейік. Мысалы, 27 санын алайық. Оның цифрларының қосындысы 9. Ол 9-ға бөлінеді. Және 3-ке де бөлінеді. Демек, 27 деген сан 9-ға бөлінгендіктен, 27 деген сан 3-ке де бөлінеді екен. Ал енді 12 деген санды қарастырып көрейік. Оның цифрларының қосындысы 3-ке тең. Бұл 3-ке бөлінеді, бірақ 9-ға бөлінбейді. Демек, 12 деген сан 3-ке бөлінгенімен 9-ға бөлінбейді екен. Міне осыны есте сақтау керек. Егер түсінген болсақ, онда келесі өздік тапсырмаларды орындаймыз.
Мына берілген сандардан 3-ке бөлінетін сандарды теріп жазуымыз керек. Бүгінгі ережеміз қандай еді? 3-ке бөлінгіштік белгісі. Мына берілген сандардың цифрларының қосындысы 3-ке бөлінсе, онда сол санның өзі де 3-ке бөлінеді екен. Міне сол ережені қолдана отырып, 3-ке бөлінетін сандарды мына жерге теріп жазасыздар. Екінші тапсырма. Мына сандардың ішінен 9-ға бөлінетін сандарды теріп жазасыздар. 9-ға бөлінгіштік ережесі қандай еді? Мына берілген сандардың цифрларының қосындысы 9-ға бөлінсе, ол санның өзі де 9-ға бөлінеді. Сол 9-ға бөлінетін сандарды мына жерге теріп жазасыздар. Көріп алдық қой балалар. Онда келесі тапсырма. Үшінші тапсырма. Мына берілген сандар жазылуындағы жұлдыз шаның орнына тиісті цифрды қойып, 3-ке бөлінетін сандардың ең кішісін жазыңдар. Мына жерге цифр қоясыздар, және ол 3-ке бөлу керек, оның ішіндегі ең кішісі болу керек. Төртінші тапсырма. Сандар жазылуындағы жұлдыз шаның орнына тиісті цифрды қоясыздар, және ол сандар 9-ға бөліну керек. Сол сандарды теріп жазасыздар. Тапсырмаларды қаншалықты дұрыс орындағандықтарыңызды калькулятордың көмегімен өздеріңіз тексересіздер. Тапсырманы қарап алайық. Қарап болдық па балалар? Онда келесі. Үйге тапсырма, кестені толтыр. Мына берілген сандар егер 3-ке бөлінсе, мына жерге плюс, бөлінбесе минус қоясыздар. Солай мына барлық ұяшықтарды толтырып шығасыздар. Қарап алдық па? Онда балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау, саламат болыңыздар.